Малена атты фильмді айтып беретін боламын. Достар, арнаға жазылып, жаңа жылға дейін 1000 оқырман жинауға көмектесіңіздерші. Бұл сіз үшін 1-ақ минут алады, ал мен үшін бұл үлкен мотивация. Соғыс кезінде Рената есімді 12 жасар балаға әкесі алғашқы велосипедін алып береді. Ол баладарға жеткенше педальдарды тез айналдырады. Рената олардан өз топтарына қосуды сұрайды. Олардың тобына қосылу үшін басты талап велосипедтің болуы болды. Жігіттердің бірі ол келе жатыр деп айқайлағаннан кейін бәрі шетке жүгіріп отырады. Ал Рената сәл абдырап қалып, олармен бірге күтіп отырады. Олар Маленаның үйінен шығып келе жатқанын көреді. Малена үлкен сұлулығы үшін ер адамдарды қатты қоздырушы тұрмыстағы әйел. Әйел олардың алдынан өтіп бар жатады. Барлық ұлдардың аузы ашылып қалады. Бірақ Рената оны бірінші рет көргендіктен өзі және екі бұтының ортасындағы досы орнынан тұрып кетеді. Балалардың бірі айқайлап, барлығы велосипедін айдап, Маленаның алдына шығып алады. Қайталап көру үшін. Рената достарының бірінен осы әйелдің кім екенін сұрайды, және ол оған Африкада соғысып жатқан адамның әйелі екенін айтады. Келесі күні Рената мектепке сабақтан қашамын деп шешім қабылдайды. Сабақтың орнына оны көремін деген үмітпен Маленаның үйіне барады. Малена есікті ашып, Ренатадан темекі алып келуін айтады. Жақындаған кезде тиыны қолынан түсіп кетеді. Ал Рената оларды теріп алады дегенмен бұл оның қиялы еді. Түнде Рената келесі көшеге жүгіріп өтіп, Маленаның үйіне ағашқа шығып қарап тұруды шешеді. Зал арқылы ол үйді аралап жүргенін көреді. Артында күйеуімен бірге түскен суреті тұрады. Келесі күні ол күйеуінің хатын оқып жатқанда тағы да Маленаны аңдумен айналысады. Кейінірек түнде ол қайтадан келеді. Ал бұл жолы ол Малена ұйықтайтын киіммен музыка тыңдап жүреді. Содан кейін күйеуінің фотосуретімен билейді. Біраз уақыттан кейін Малена бөлмесіне кіріп, Рената оның көлеңкесі арқылы оның шешініп жатқанын көреді. Сол түні Рената Маленаның бөлмесіне кіріп, Малена оның алдына барады. Рената оны шешіндіре бастайды. Дегенмен бұл оның тағы да қиялы ғана болды. Келесі күні ұлдар Маленаны өтіп бара жатқанда аңду деген күнделікті жұмыстарын жалғастырады. Бірақ бұл жолы Рената оның артынан ілесіп қайда баратынын көреді. Оның бөтен үйге кіргеніне түсінбей қалады. Рената оның сүйіктісі бар деп ойлайды және оны лайықты әйел деп санайтындықтан көңіл күйі түсіп кетеді. Рената Маленаның соңынан тағы ілесіп жүреді. Ол адамдардың Малена туралы әдемі болғандықтан ғана жаман әңгімелер айтатынын байқайды. Ол межелі жерге жетеді және бұл жолы Рената не істеп жатқанын көру үшін балконға шығады. Бірақ ол өзінің сүйіктісі болмағанын түсінеді. Ол әкесіне үй екен. Рената түнде өзінің қажетін өтей бастайды. Маленаның шешініп тұрғанын елестету арқылы. Алайда кереуеттің дірілдегеніне байланысты әкесі оған істеген ісін тоқтат деп айқайлайды. Әйтпесе оған соқыр болып қаласың дейді. Бірнеше күннен кейін олар Африкада шайқаста қаза тапқан Маленаның күйеуіне құрмет көрсетеді. Малена оны жесір қалдырғанына көңіл күйі түсіп кетеді. Рената балконына көтеріліп күйеуін жоғалтқандықтан жабырқаулы күйінде көреді. Рената өзін оған таныстыра бастайды. Ол әрдайым онымен бірге болатынын айтып, үлкен жігіт болып өсіп алуына уақыт сұрап, оны жұбатады. Рената адамдардың Малена туралы бұрынғыдан да көп өсектеп жатқанын байқайды. Бұл жолы Рената жігіттердің Малена туралы жағымсыз пікірлер үшін кек алады. Тіпті келесі күні олар Малена жайлы өтірік пікір айтып жатқанын тыңдап, Рената олардың дүкенінің терезесін сындырып кетеді. Ол Маленаның үйіне келіп, іш киімін ұрлауға тәуекел етіп ұрлап кетеді. Қайтадан үйде өзін-өзі қажетін өтей бастайды. Маленаның іш киімімен рахаттанып жатады. Келесі күні әкесі оның бөлмесіне кіріп, Ренатаны Маленаның іш киімін бетіне жауып жатқанын көреді. Оны ұрып-соғып, бұзық фетишистсің деп айқайлайды. Ренатаны бөлмесінен шығармай қояды. Жазасын алып болғаннан кейін мектепке оралғанда мұғаліміне оның қызы үйленген ер адаммен жыныстық қатынаста болғандықтан сотталып жатыр деп хат келеді. Түнде Рената Маленаны аңдуға барады, бірақ ол жалғыз емес екенін және тіпті әскери адаммен қарым-қатынаста екенін түсінеді. Дегенмен сол кезде тіс дәрігері келіп, әскери адамды жыныстық қатынасқа түстің деп айыптайды. Олар полиция келіп ажыратқанша төбелеседі. Барлығы Маленаны жезөкше деп өсектейді. Бірақ Малена тоқтаған кезде олар күнделікті тақырыпты қозғай бастайды. Рената Маленаның әкесінің үйіне кіруге тырысқанын бақылап отыр, бірақ ол туралы жалған қауесеттерге байланысты құлыпты өзгерткенін түсінеді. Кейін Малена қала заңгеріне қонаққа барады және сотта адвокат тіс дәрігермен махаббат байланысын жоққа шығарады және мұның бәрі стоматологтың ер адамдар таң қалу үшін айтқан өтірігі екенін дәлелдейді. Ол істі жеңіп шығады. Ал түнде Рената Маленаның адвокатқа ақша беріп, қалғандарын жинап алғанша күтуін сұрайды. Бірақ адвокат оған, ол ақшаны қаламайды, оның орнына бір түн онымен бірге болуын сұрайды. Малена оған кет дейді, бірақ ол өз сөзінде тұрып алады. Адвокат оны зорлайды. Адвокат Маленге жиі бара бастайды. Мектепте Рената Маленаға хат жазып, оның адвокатқа тұрмысқа шығатынын естігенін және адвокат жаман адам болғандықтан оған тұрмысқа шықпауын сұрайды. Ол мұны адвокатқа ақшасын төлей алмаған үшін жасап жатқанын жақсы біледі. Мұғалім Ренатадан оған хатты беруін сұрайды. Ол оны жеп қойып, сыныптан қашып кетеді. Келесі күні Малена адвокатқа жақсы көрмейтінін айтып, адвокатты тастап кеткенін көреді. Малена көшеде кетіп бара жатады және әдеттегідей оны жалған айыптауларды, жаман сөздерді естиді.
Ренато Маленаны тамаққа толы сумка беріп жатқан адаммен сөйлесіп жатқанын көріп қалады. Малена оған қазір оған беретін ақшасы жоқ екенін айтады, бірақ ер адам оған ол төсек арқылы төлей алатынын жеткізеді. Олардың ауылына әуеден бомбалар тастала бастайды, барлығы жасырынып жатады. Шабуыл аяқталған кезде олар қоқыстарды жинай бастайды. Қирандының арасынан Маленаның әкесін табады, ол қайтыс болыпты. Оны соңғы сапарға шығарып салу кезінде олардың барлығы келіп, Маленаға жалған көңіл айтулар болады. Бірнеше күннен кейін Ренато оны әдеттегідей аңдыған кезде Маленаның шаштарын қиып бастағанын байқады. Сол сәтте әскери адам келеді. Ол Маленаға тамақ үшін ақша төлегенін айтып, бірге қатынасқа түсуін сұрайды. Сонда Малена әрдайым тамақ әкелген кезде жыныстық қатынасқа түсеміз деп әскери адамға уәде береді. Келесі күні бәрі Маленаны жаңа шаш үлгісімен көргенде таң қалады. Бірнеше күннен кейін оның қаласын неміс фашистері басып алады, және Ренато бәрінің Малена қазір ақша үшін немістермен жатып жүр деген өсекті естіп қалып, Ренато есінен танып қалады. Оны шіркеуге апарады, өйткені анасы оның бойында нәпсіқұмар жын бар деп ойлайды. Әкесі оның ауырмайтынын, тек үлкен жігіт бола бастағанын және гормондары қатты өзгергенін түсіндіреді. Әкесі оның шешімін білемін деп ойлайды, және Ренатоны жезөкшелерге апарады. Ал әйел оны қыздармен таныстырып, біреуін таңдауды сұрайды. Ренато Маленге ұқсайтын қызды көреді және соны таңдайды, оны бөлмеге апарады. Ал олар қатынасқа түспек болғанда, Ренато Маленаны елестетеді. Америка құрама штаттары Германияны жеңеді және адамдар Италияның азат етілуін тойлай бастайды. Алайда тіс дәрігерінің әйелі Маленаға лайықты нәрсені беруді жоспарлап әйелдерді шақырады. Сатқындық үшін олар оны ұрып-соғып, бәрінің алдында масқаралайды. Ұрып-соғудан кейін оның шаштарын кесіп тастайды. Ал Малена сол жерден үреймен қашып кетеді. Кейінірек біз Маленаның оранып алып ауылдан кету үшін пойызға отырып, адамдардан қашып кетіп бара жатқанын көреміз. Біраз уақыттан кейін қалаға бәрі өлді деп ойлаған адам келеді. Ол Маленаның үйіне жеткенде, ол басқа адамдарды үйінде болғаны үшін сөгеді, бірақ олар босқындар және олар келгенде үй бос болғанын айтады. Ол полицияға барып, қолынан айырылғанын, тұтқында болғанын түсіндіреді. Ол әйелі Маленаның қайда екенін білмейді. Ауыл тұрғындары оның әйелін азғындық жасаған үшін ұрғанын түсіндіреді. Ол Малена туралы ойланып жатқанда, терезеден хат оның төсегіне түседі. Ол хатты оқығанда Ренатоның оның бетіне не болғанын айтуға батылы жетпейтінін, әйелі сұлу болғандықтан адамдар оны жезөкше дегенін айтып, әйеліне не болғанын білетінін жазады. Маленаның ауылда қандай пойызға, қай жерден отырғанын жазады. Ер адам оны іздеуге кетеді. Бір жылдан кейін Ренато отбасымен жұмыс істеп жатады. Ал оның жаңа сүйіктісі Маленаның күйеуімен бірге қайтып келе жатқанын байқайды. Оларды бәрі көреді және өсектей бастайды. Малена базарға барған кезде, бәрі оған нәзік әрі мейірімді мәміледе болады. Ренато оның артынан тағы аңдуды бастайды. Маленаның пакетті үзіліп кетіп, оған көмектесуге Ренато келеді. Оған Малена алғыс айтып, сәттілік тілейді. Ренато олардың бірге бола алмайтынын түсінуге тырысады және оны ұзақ жылдар бойы ұмыта алмай жүреді. Дегенмен оны ұмыту мүмкін еместігін жақсы біледі. Өйткені ол жақсы көретін жалғыз әйел ол Малена болады. Кино осылай аяқталады. Достар, арнаға жазылыңыздар және лайк қойыңыздар. Достар, жаңа жылға дейін мыңдаған оқырмандарды жинауға көмектесулеріңізді сұраймын. Көргеніңіз үшін рахмет. Кездескенше.